мен үлкен ақша табу үшін әкеңді қабылдау қажет деген нәрсеге қарсы болдым да. Өйткені өмірде өте үлкен ақша тапқан, бірақ әкелерін қабылдамайтын адамдар көп көрдім. Мысалға, Майкл Джексон өзі әлемдегі өте бай адамдардың бірі болды, бірақ әкесімен конфликт болды да. Мысалға, даже Queen тобындағы әншілердің бірі Фредди Меркури мен үшін өте феноменальный адамдардың бірі, өте жақсы көретін. Ол да әкесімен конфликт болғанда. Яғни үлкен ақша табуға сенің әкеңмен жаңағы жақсы көруің, көрмеуіңе байланысты емес. Бірақ сен бәрібір анау өзіңнің бала кезіндегі проработкаңды алмағандықтан бәрібір жерде қадаласың да. Сондықтан өзіңнің әкеңді кешіруің керек, өткен шағын жіберуің керек, ішіңдегі травмаларыңды полностью проработка жасаған кезде. Яғни сол кезде ғана саған үлкен ақша карма емес ретінде кәдімгі қона бастайды да. И сондықтан бәрібір өз әкеңді кешіруің керек. Яғни өзіңнің ары қарай жолың толық ашық болу үшін. Егер сен ақша тауып алдың, үлкен ақша, бірақ әкеңді кешірмесең, алдыңда бәрібір какой-то бір дұрыс емес кезең күтіп алады. Өйткені сен травмаңмен өзіңнің әкеңе дәлелдегің келді. Мен адам болдым, мені көр деп сен шықтың. Бәрібір бір жерде бұрқ етіп ақшаның патологын аштың, травмаңмен дәлелдедің, бірақ көріп отырық қой адамдардың тағдырының қалай болғанын. Сондықтан алдыңдағы жолың даңғыл болу үшін ішіңдегі травмаң барлығын, әкеңе қатысты ренішіңді барлығын дұрыстауға тура келеді деп есептеймін. Ол үшін 15-ші, 16-ші, 17-ші мамыр күндері код денег деген сабақ өткіземіз. Сол жерде біз өзіміздің жаңағы ата-бабамыздан келе жатқан энергияны алу үшін, бойымыздағы әрбір ата-бабамыздан келе жатқан рухты сезу үшін осы сабақта үлкен практика жасайтын боламыз, коллективный практика. Яғни сабаққа қатысу құны небәрі 8888 теңге, қатысу үшін төменде толық ақпарат жазылған.